Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен көкталды дейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен балығымыздың сыртын жақсылап ашып аламыз. Осылай видеода көрсетілгендей пышақпен балықтың бас жағынан осылай кесетін боламыз. Ең маңызды бізге сазан балық алу керек. Сазан балықпен коктал жасалады. Үлкенінен алсаңыздар тіпті жақсы болады. Менде мұнда орташа сазан. Балығымызды осылай ашып болғаннан кейін ішін жақсылап тазалап жуатын боламыз. Қиярымызды домалақап кесіп алатын боламыз. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Менде мұнда қызанақ замороженный. Духовканың осылай сеткасына пісіретін боламыз. Балығымызды алдымен қойып аламыз. Тұзымыз себетін боламыз. Тұзымызды сәл көбірек сепсеңіздер де болады, дәміне қарай. Лимонның соғын қысатын боламыз. Кетчуп пен майонезімізді араластырып аламыз. Балығымызға ең алдымен жағатын боламыз. Көбірек жақсаңыздар дәмдірек болады. Ең алдымен пиязымызды орналастыратын боламыз. Онда видеода пияз көрсетілмеген. Негізі алдымен пиязымызды орналастырамыз. Пиязымыздың үстіне қиярымызды орналастыруымыз қажет болады. Оның үстіне қызанағымыз, лимонды орналастырамыз. Духовканың ең асты жағына лист салып қоямыз. Балығымыздың су аққан кезде сол листімізге ағатын болады. Духовкамызды болғамаймыз. 200 градуста 50 минуттай пісіретін боламыз. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған балжан астарыңыз дәмді болсын.